Тақырып ауыз кіреберісі. Ауыз қуысы кавитас орис деп аталады. Ауыз қуысы екі қуыстан тұрады. Ауыздың кіреберісінен және меншікті ауыз қуысынан. Ауыздың кіреберісін вестибулум орис деп атаймыз. Ал ауыздың меншікті қуысын кавитас орис проприя дейміз. Ауыздың кіреберісі сыртқы жағынан ерін және ұртпенен, ішкі жағынан тіс және қызыл етпен шектелген саңылау тәрізді қуысты айтамыз. Ауыздың кіреберісі сыртқы ортамен жоғарғы және төменгі жақтарында еріндермен шектелген саңылау арқылы байланысады. Ауыздың саңылауын рима орис деп атаймыз. Ерін ләбиум деп аталады. Жоғарғы және төменгі ерінден тұрады. Жоғарғы ерін ләбиум супериор, төменгі ерін ләбиум инфериор деп аталады. Еріндердің қиылысқан жерін езу дейміз. Латынша ангули орис деп аталады. Еріндердің негізін ауыздың дөңгелек бұлшығы түзеді. Еріндердің сырты терімен қапталады, ішкі жағы шырышты қабатпен қапталады. Шырышты қабаты түлемейтін эпителийден түзілген болып келеді. Еріндердің сыртқы жағында ерін мен мұрынның арасында мұрын ерін жүлгесі, ал еріннің иек пен екеуінің арасында ерін, төменгі ерін және иек жүлгесі болады. Енді ұрт, букция деп аталады. Ұрттың негізін ұрт бұлшығы мускулус букцинатор түзеді. Сыртқы жағынан терімен қапталады, ішкі жағынан шырышты қабатпен қапталған. Шырышты қабаты түлемейтін эпителийден түзілген болып келеді. Ұрттың терісі жұқа және нәзік болып келіп, май бездермен және түктерге бай болып келеді. Ер адамдарда түктеніп сақал шығады. Ұрттың терісі менен ұрт бұлшығының арасында майлы денесі болады. Ол майлы дене нәрестелерде өте жақсы жетілген болады. Сол үшін нәрестелердің ұрттары томпайып көрініп тұрады. Келесі қызыл иек міне. Латынша гингива деп атаймыз. Тістің мойнын қаптап тұратын шырышты қабат болады. Қызыл иек негізінен қан тамырларына өте бай, жүйке талшықтарына кедей болып келеді. Соған байланысты тісті жуған кезде кейде тістеріміз қанайды да, бірақ ауырсынбайды.